Енді мен осы құмалақты шашып ашу бойынша алдыма маған сұрақ қойып келіп отырған қыз бала бар. Сол қыз бала жайлы айтып берейін. Бұл келіп отырған қыз баланың Алла тағала бұйырса баратын бір ұзақ жолы бар. Алыс жаққа, шетелге жолға шығады. Және екі бүйірі тең болып түсіп тұр. Алла тағала бұйырса керегесі кең болып, терезесі тең болып жақсы өмір сүреді. Және 3 баласы бар. Туған туыстары екіге бөлініп тұр. Қазір бұл жерде көбіне көп өздерінің өте жақын туыстары алыс жақта тұрады екен. Ал енді жаңағы бұл қыз бала кішкене өзінің көк бауырына көңіл бөлген дұрыс болады. Арасында жаңағы тамағынан көп жөтел болады екен, кеудесі қысылады, көп ойланады. Көп ойланады да, жаңа ойланғанда да жақсы затты емес, жаңағы негативті затты өте көп ойлайды. Соны кішкене азайтқаны дұрыс болады. Сосын шектерінен жұмыс жасау, шектердің жұмыс жасау қабілеті кішкене шамалы екен. Соған көңілі бөлу керек. Содан кейін барып жаңағы мына паховый грыжа дейміз ғой, сол паховый грыжасы мына шабындағы бездің шошынуы, шабындағы безге күш түсуі, соған кішкене көңіл бөлген дұрыс болады. Жалпы аяғының ұшы көтеріліп тұр, баратын жақсы жерлері өте көп болады. Жақында бұйырса, Алла қаласа, жаңағы өзінің отбасымен өте жақын, өте керемет жақсы туыстық қатынаста болады. Содан кейін жалпы оң жағына қараса да, сол жағына қараса да Алланың құдіретімен табыс келіп тұрады.